Бегендіғылы. Сәлеметсіз бе? Биыл міне тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік алған жылы дүние есігін ашқан, келешегінен зор үміт күттірген, еліміздің тілегі бола білген. Бүгінде жастардың бірі сіз 1991 жыл дүниеге келіпсіз, тәуелсіздікпен құрдассыз. Осы тәуелсіз жылдармен тұспа-тұс келген балалық шағыңызды айтып берсеңіз. Мен 1991 жылы Қазбек бекетінде дүниеге келдім. Осы ауылда әкемнің аты Бегендік, анамның аты Күміс. Менің балалық шағым осы ауылдың барлық балалары сияқты жазғы демалыста көлде шомылып, балық ұстап, доп теуіп ойнап, қызықты өтті десе болады. Жақсы. Сіз өміріңіздегі ең жарқын сәттеріңіз есіңізде ме? Ең жарқын сәттердің бірі ол оқу орнын бітіріп, диплом алған сәтте бір үлкен жетістікке жеткендей болдым. Отбасын құрып, алғаш әке атанған кезімде жарқын сәттерім деп айта аламын. Бүгінде Жамбыл ауданы Қазбек ауылының әкімісіз. Жас болсаңыз да, осындай үлкен жетістіктерге жеткендігіңіз туралы айтып өтсеңіз. Мен осы мекемеге 2012 жылы 2 сәуірде жұмысқа орналастым. Компьютерлік бағдарламалар операторы болып. Сол уақыттан бері менің еңбек жолым басталды десе болады. Әртүрлі салаларда жұмыс атқардым, инспектор болдым, бас маман есепші болдым, округ әкімінің орынбасары болып атқардым жұмыс. 2020 жылдың 17 маусымынан бері Теміржол ауылдық округ әкімінің қызметін атқарып келемін. Бұл жерде ешқандай таңғаларлық жағдай жоқ, оның бәрі тек қана еңбекпен келді деп санаймын. Қазіргі таңда жастардың өзекті мәселесі қандай деп ойлайсыз? Қазақстандық жастардың басты 3 өзекті мәселесі бұл жұмыссыздық, баспана және суицид деп ойлаймын. Алда мемлекетіміздің дамуына қандай жоспарларыңыз бар, бөлісе отырсаңыз? Қазіргі уақытта 2 жоба дайындаудамын. Бұл жобаның біріншісі жас отбасыларына арналған, екінші жоба мектеп оқушыларының киім-кешек мәселесін түбегейлі шешу. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ауылымыздың дамуына мақсатыңыз туралы айтып өтсеңіз. Бүгінгі күні ауылымыздың көше жолдарын жөндеу жұмыстарына аудандық бюджеттен 300 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінуі қарастырылды, және ауылдық көше жарығын светодиодтық шамдарға ауыстыруды жоспарлап отырмыз. Тәуелсіз елімізді алдағы уақытта қалай елестетесіз? Алдағы уақытта еліміз ең дамыған мемлекеттердің қатарында болып, әлеуметтік экономикалық жағынан және әрбір саладан дамыған жоғары мемлекет ретінде қалыптасқанын елестетемін. Құрметті Өмірбек Бегендіғылы, бүгінгі сұхбатыңызға үлкен рахмет. Сізге де рахмет.